Қарғыстатқан пойыз. Бұл қорқынышты түн болатын. Көшеде жаңбыр себелеп тұрды. Ал ай болса, бұлттардың артына жасырынды. Біздер төртеу едік. Біз қарапайым өмір сүріп жатқан қарапайым ғана жігіттерміз. Бізде ешқандай ерекше нәрсе жоқ. Және біздің өмірімізде осы күнге дейін ешқандай таңғажайып немесе қорқынышты оқиға болмаған. Яғни қанымызды мұздататын, шашымызды тік тұрғызатын нәрсе мүлдем болмаған. Және мен мұны сөзбе-сөз айтып тұрмын. Осы зұлым түнде біз беседкада отырдық. Темекі шегіп, сыра ішіп, әртүрлі нәрселер туралы сөйлестік. Кенеттен біріміз, атап айтқанда Максим, көрші ауылға қыздарға баруды ұсынды. Сіз түсінесіз бе? Біздің ауылда қыздармен жағдай өте нашар. Яғни оларды мүлдем жоқ десе де болады. Егер де орындықтағы әжелерді санамайтын болсақ, олар мүкпен жабылған. Кешіріңіздер, мен қарт адамдар туралы осылай айтып тұрғаным үшін. Бірақ біздің ауылда басқаша ешкім айтпайды. Жастар өте аз, және әрқайсымызға осы фуриялар патша Барюшканы көрген күн сайын миллион рет сүйектерімізді кеміреді. Макс баруды ұсынды. Бірақ жаңбырмен жуылған жолмен дала арқылы ауылға бару қиын және оған тұрарлықтай емес еді. Біз шошқаларға айналып кетер едік. Сондықтан біз ескі темір жолмен баруға шешім қабылдадық. Ол жақын өтетін максимум біз 1700 метрге өтетін едік. Бірақ темір жолдың соңында асфальт басталды. Сондықтан қазір қорқынышты емес. Біз біраз ойландық. Және не істеу керектігін түсініп, ұйықтауға ар-намысымыз жібермегендіктен біз қысқа, бірақ бәрібір жолға шықтық. Жалпы көрші ауылға барлығы 3 километр, плюс ауытқумен шамамен 4 километр шығады. Әрине қазір жаңбыр жауып тұр. Біз үшін мұндай жорық өмірімізде бірінші рет болмағандықтан біздер оған қатты қорыққан жоқпыз. Қарғысатқан жаңбыр күшейе түскендей болды. Және бір жерде тіпті найзаға естілді. Біз қыздарға бару идеясынан бас тартуды шештік. Бірақ содан кейін біз көре алмайтын нәрсені көрдік. Ескі тот басқан рельстер сәл тербеліп, музыка шығара бастағандай болды. Қандай да бір жиіркенішті металл дыбысы ескі темір жол бұрылысы артынан естілді. Біз орман екпесінде үкінін естідік. Және рефлекторлық басымызды бұрдық. Және сол сәтте бізге қарай төтеп беріп келе жатқан ескі пойызды көрдік. Біз төртеуміз және гипноздалғандай тұрдық. Алып пойыз бізге қарай жақындап келе жатты. Барлық денеміз шоктан қимылсызданып қалды. Бір сәтте әрең дегенде күші біз жолдан секіріп кеттік. Бірақ тек үшеуміз. Ал Макс болса орнынан қозғалмай темір жолдың ортасында қалды. Және біз пойыздың оның ішінен немесе ол пойыздың ішінен өтіп келе жатқанын көрдік. Біз пойыздың терезелерінен көмек сұрап айқайлап жатқан адамдардың дауыстарын естідік. Біз балаларды көрдік. Олардың беттері азап пен адамгершілікке жатпайтын күйзелістермен бұрмаланған еді. Мүмкін олар ешқашан жылауды тоқтатпаған шығар. Пойыздың барлық құрамасы Макстың ішінен өткенде ол тізерлеп тұрды. Астында не екенін түсінесіз. Оның беті ессіздіктің бетіне ұқсап кетті. Ал еріндері алыстап бара жатқан құраманың ырғағымен дірілдеп тұрды. Максим ақылынан адасып қалды. Маған сенбеуіңізге болады. Мен сізді бұл үшін айыптамаймын. Тіпті түсінемін. Бірақ жеке өзім сол түнде және пойыздың ішіндегі адамдардың бейнесін әлі күнге дейін ұмытпадым. Бәлкім бұл тозақ шығар.